أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما جتكن حديثه أن الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم adamlar yani ansarlardan болған адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан қалаған нәрсесін сұрай беретін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам барлығын бере береді. ثم سألوه فأعطاهم одан кейін тағы да сұрай беретін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бере беретін. Яғни сахабалар, ансарлар сұраған сайын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бере беретін қолындағы нәрсенің бәрін. Хатта нафида ма индаху. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қолындағы барлық нәрсе біткенше бере береді. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده. Сөйтіп қолындағы бүткіл заттың барлығы таусылғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді. ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. Менің қолымда қандай зат болса да, қандай бір пайдалы, хайырлы бір зат болсын, мен өзімде алып қалмаймын, мен барлығын беремін дейді. ومن يستعفف يعفه الله. Бірақ кімде-кім истиафаф жасайтын болса, истиафаф дегеніміз не? Истиафаф дегеніміз ол من طلب العفة عن سؤال الناس والاستشراف إلى ما في أيديهم дейді. Яғни иффат дегеніміз, истиафаф дегеніміз ол адамдардың қолындағы заттарға әуес болу дейді. Кейде сондай бір адамдар болады, бір дүниені көрсе, не істесе, басқа бір адамдардың қолындағы затқа әуес болады. Сұрағысы келеді, немесе қалайды сол нәрсені. Кімде-кім сол сипаттан айырылатын болса, сол сипаттан жаңағыдай өзін тазартатын болса, юиффахулла, Алла субхanahu ва тағала оны кім не істеп қояды? Абыройлы қылып қояды дейді. Яғни ол адам таза болады, абыройлы болады, ешкімге жексұрын болмайды. Ома ястағни юғнихилла. Ал кімде-кім, яғни ястағни, мен адамдарға мұқтаж болып қалмайын, мен жұмыс жасаймын, өзімнің тапқан ақшаммен жүрем, адамдарға мұқтаж болып қалмайын, әке-шешеме мұқтаж болып қалмайын деп өмір сүретін болса, юғнихилла, Алла субхanahu ва тағала оны бай қылып қояды дейді. Ол ешкімге мұқтаж болмайды дейді. Алла субхanahu ва тағала оның өмірін сонда ешкімге мұқтаж болмайтындай қылып жеңілдетіп қояды дейді. Ва ман ятасаббар юсаббирхулла. Ал кімде-кім сабырлықпен өмір сүретін болса, Алла субхanahu ва тағала оны сабырлы қылып қояды дейді. Сабырлы қылып қояды. Ва ма уътия ахадун атаан хайран ва аусаа мин ас-сабр. Ал қандай да бір адамға хайырлы немесе кең бір үлкен бір қасиеттердің бір берілсе, қандай да бір қасиеттердің бір берілсе, сабырдан үлкен бір қасиет жоқ дейді. Алла субхanahu ва тағала қандай да бір қасиет, барлығымызға бір жақсы қасиеттердің бәрін берген. Әркімде әртүрлі. Бірақ соның ішіндегі ең хайырлысы және ең жаңағыдай өте үлкен жақсы қасиеттердің бірі ол не? Ол сабырлық дейді. Бұл хадисті муттафақун алейхи, Бухари, имам Бухари, имам Муслим рахматуллахи алейхима жеткізеді. Және де имам Ахмад рахматуллахи алейхи жеткізеді. Сол себептен де бұл хадистен біз қандай пайда аламыз? Біріншісі, кармун наби саллаллаху алейхи ва саллям ва ма джабала алейхи мин макаримил ахлақи ва самахати. Ең біріншіден біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жомарттығын түсінеміз бұл хадистен. Және де оның көркем мінезділігін түсінеміз. Қандай да бір сахаба келіп одан сұраса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқашанда оларға жоқ деп айтпайтын. Екіншіден, лейсал ғина ан каthратил арад. Байлық дегеніміз ол ақшаңның көптігі, байлығыңның көптігі, малыңның көптігі емес. Уәләкиннал ғина ғинан нафс. Керісінше байлық дегеніміз не? Байлық дегеніміз ол жүректің байлығы дейді. Егер де сенің жүрегің кең болса, онда сен бай адамсың. Ат-тарғибу бил қанаати вал истиафаф. Бұл хадистен біз қанағат деген нәрсені түсінеміз. Қанағат жасау керек екен деген нәрсені түсінеміз. Өйткені кімде-кім қанағат жасайтын болса, кімде-кім адамдардың қолындағы нәрсеге әуес болмайтын болса, Алла субхanahu ва тағала оны сондай абыройлы қылып бұл өмірден өткізеді. Келесі, туналу макаримил ахлақи ва маали сифати бис сабр. Әрқашанда біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Көркем мінез және де жоғары қасиеттер ол тек қана сабырмен ғана байланысты. Егер де сабыр болмаса, ешқашанда көркем мінезділікке жете алмайсың. Ешқашанда үлкен жоғары қасиеттерге жете алмайсың, сипаттарға жете алмайсың. Ма ямтани ан суали наси ярзуқуху Аллаху
al-иффата ва сияната ваджхи ан диллил мас'алати. Кім адамдардың қолындағы заттарға әуес болудан өз-өзін сақтайтын болса, сұрай бермейтін болса, адамдардан ешқашанда сұрамайтын болса, Алла субхана ва тағала оны ризықтандырып қояды дейді. Абыроймен ризықтандырып қояды. Және де ол адамдардың көзінше масқара болмайды дейді. Абырой түспейді ол адам. Және де Алла субхана ва тағала оны күтпеген жерден ризықтандырып қояды дейді. Сен адамдардан сұрама, Алла субхана ва тағала сені ризықтандырады иншалла. Қалаған нәрсеңді алып береді. Мин сифатил муслими ал-иффату вал-истигнау амма фи айдин нас. Мұсылмандардың бір сифаттарының үлкен бір сифаттары ол не? Ол ал-иффа, таза болу дейді. Яғни абыройлы болу. Вал-истигнау амма фи айдин нас. Және де адамдардың қолдарына мұқтаж болмау дейді. Вас-сабру аля шадаид. Және де қиыншылықтарға шыдау. Сол қиыншылықтардың бірі не? Минха ал-фақр. Ол кедейлік дейді. Сол кедейлікке шыдауымыз керек иншалла. Кедейлікке шыдап, және әрекет жасай берсеңіз, Алла субхана ва тағала сіздің өміріңізді өзгертеді. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.